Қыздар сәлем, бүгін біз шоколадный сметанник пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен тестасын дайындап аламыз. Құрғақ ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. 1 жай қасық разрыхлительді саламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Және де холодильниктен шыққан сары майымызды алып, крошка жасайтын боламыз. Мендегі сары майдың пайыздық мөлшері 72, 82-де жақсы, бірақ одан төмен алмаңыздар. Енді кезекте бір жұмыртқамызды шағып, жұмсақ, нәзік қылып қамырды илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысып тұратындай болу қажет. Холодильникке 15-20 минутке салып қоямыз. Енді салмасына кірсек, қаймағымызды, 2 жұмыртқамызды, одан кейін қант пен ванильді қантты салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жүгері крахмалын қосамыз. Какаоны саламыз. Және де ерітілген Қазақстан шоколадын саламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз, комок қалмауы қажет. Начинкамыз қатты сұйық та, қатты қою да болмауы қажет. Енді бағанағы жұмсақ тестамызды аккуратно жайып шығамыз. Шет жақтарын барлығын тегістеп бір қалыпта қыламыз. Жан жақтарын вилканың көмегімен тесіп қоямыз. Начинкамызды қойып, алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 35-40 минут арасында пісіріп аламыз. Міне біздің өте нәзік пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.